Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Шукралиева Нағима, Ақтау халықаралық мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгінгі қозғайтын тақырыбым гиперактивті балаларды сабақ барысында қалай тартуға және шабыттандыруға болады. Гиперактивті балаларды оқыту әр мұғалім үшін ерекше тәсілді қажет ететін, әрі күрделі қызықты мәселе. Гиперактивтілік дегеніміз баланың назарын ұзақ уақыт бойы бір нысанға шоғырландыра алмауы. Тым көп қозғалуы, импульсивті әрекеттер жасау сияқты мінез-құлық белгілерімен сипатталады. Мұндай балаларды оқыту процесіне қатысу әрдайым қиындықтар тудырады. Бірақ дұрыс әдіс-тәсілдер мен стратегиялар арқылы оларды сабаққа тарту және шабыттандыру мүмкіндігі бар. Гиперактивті балалардың психологиялық және физикалық ерекшеліктерін түсіну өте маңызды. Олар жиі қозғалғыш, күшейтілген эмоциялық реакциялар көрсетеді. Бірақ бұл олардың оқуға деген қызығушылығы жоқ дегенді білдірмейді. Керісінше, олар сыртқы ынталандыруларға ерекше сезімді және дұрыс бағытқа шабыттандырылған жағдайда керемет нәтижелерге жетуі мүмкін. Нейробиологиялық теория бұл теория гиперактивтілік ми құрылымдар мен нейротрансмиттерлер жұмысының бұзылуымен байланыстырады. Генетикалық теория бұл теория бойынша гиперактивтілік тұқым қуалайтын бейімділікке байланысты дамиды. Оқуға деген қызығушылықты арттыру үшін тиімді әдістер. Әртүрлі әдістерді қолдану, гиперактивті балалар бір ғана әдіспен оқығанды жиі қызығушылығын жоғалтады. Сондықтан сабақ барысында түрлі ойындар, шығармашылық тапсырмалар, диалогты әдістер және басқа да белсенді іс-шаралар қолдану керек. Мазмұнды ойындар мен жаттығулар ойын түрінде тапсырмаларды ұйымдастыру, мысалы топтық ойындар, тақырыпқа байланысты викториналар немесе шығармашылық тапсырмалар гиперактивті баланың назарын аударады. Мұндай әдістер баланың белсенділігін дұрыс арнаға бағыттап, оны сабақты қызықтайтын етіп жасайды. Ұзақ уақыт бойы бір затқа назар аудара алмайды. Сондықтан сабақтарды кішкене бөлікке бөліп, әр 15-20 минут сайын үзіліс жасауды ұсынамыз. Бұл уақыт аралықтары баланың шаршауын болдырмай, оның концентрациясын сақтауға мүмкіндік береді. Көрнекі құралдар мен техникалық құрылғылар, мультимедиалық құралдары пайдалану арқылы сабақтың интерактивтілігін арттыру қажет. Мысалы, бейнемазмұндар, анимациялар немесе интерактивті тақталар балаларды қызықтырып, олардың сабақты жақсы қабылдауына мүмкіндік береді. Гиперактивті балаларды оқыту барысында олардың мінез-құлқына қатысты қиындықтарды жеңу үшін арнайы әдістер мен стратегияларды қолдану өте маңызды. Мұғалімдер балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әрқайсысына арнайы әдістерді таңдау қажет. Бұл тәсілдер баланың сабақты қызығушылықпен таңдап, оның қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Тек дұрыс бағытта жұмыс істей отырып, біз гиперактивті балалардың потенциалын толық ашып, оларды шабыттандырып, сапалы білім алуға қол жеткізе аламыз.